Тақтыңызға сәлем сіздер. Мен Майнкрафт арнасы. Достар, мен бұл YouTube арнасына жаңадан ашқан болатынмын. Видео басталмастан бұрын достар, давайте бәріміз арнаға лайк басып қалып көрсетеміз. Ал біз онша видеомызды бастаймыз. Ал достар, бүгін біз Майнкрафт ойнап жатырмыз. Бұл выживание достар, түсінбегендер болса. Біз бүгін выживание ойнап жатырмыз. Создать карта. Міне біз уже бір арал таптық. Ал достар, онша выживаниемізді бастаймыз. Жайлап ағаштандырайық. Ағаштандырамыз. Достар, егер де мен жаңадан келгенбін, енді бүгінгі квест бұл бізде бүгін үй салу. Бір түн үйде өткізуіміз керек. Достар, кішкене даусыма мән бермей қойыңыздар, кішкене ауырып отырмын. Бұл енді алғашқы видеом. Лайк басып қолдап кетіңіздер енді. Достар, енді біз барымыз салып сіздерге видео түсіреміз ғой. Соған енді қазір біз аңызыңызда ары кетсе көп ойнамаймыз. Сондықтан да қазір аңыздар айтпақшы, менің осы Майнкрафт серверімне кірсеңіздер болады. Мен Майнкрафт арнасы деген сервер аштым. Жақында осы Майнкрафт X-қа кірсеңіздер болады. Майнкрафт X жақында ашылады. Енді оны ашу жағдайына сәл не болады. Сондықтан да сәл бір 15 күнде кетсеңіздер Майнкрафт X ашылады. Сондықтан да көп күтпесеңіздер де болады. 15 күн күткеннен Майнкрафт X ашылады. Достар, мен негізінде бүгінгі квесттің аты үй саламыз. Үй салып бір түн ғана болуымыз керек. Бізде қазір верстак жасайық. Ағаш аламыз да, верстак жасап аламыз. Достар, біз верстакпен бір пакалар жасап алайық. Мен үй салатын жер тапқан сияқты. Мына жақта бір ашықтау бір жер бар екен. Суға түсіп кеттім ғой. Достар, келіңіздер. Егер де телефонның графикасы дұрыс болмаса, кішкене қатып жатса, қатты мән бермей қойыңыздар. Телефон сәл ескілеу. Оппа ғой, денегенмен. Телефон сәл ескілеу. Ал достар, алғашқы заттарымызды жасап бастайық. Жасайық топор. Ой, менде палка жетпей қалды ғой. Жасай. Ой. Все болды достар. Біз қазір үй саламыз. Үйімізді салып бітіргеннен кейін бүгінгі видеоны аяқтаймын деген ойдамын. Өйткені бүгін біз қатты квест ойнамаймыз. Екінші бөлім шығады ертең ба, бір күндері екінші бөлім шығарамын. Конкретно лайк басаңыздар. Осы 10.000 подписчикке жеткізіп тастайық. 10.000 деп болмай, кешіріңіздер. 5.000 лайк және 50 подписчикке жеткізсеңіздер, екінші бөлім смело 50 демей қойыңдар, 30-ға жеткізсеңіздер, екінші бөлімді шығарамын. Сондықтан да арнаға лайк басып кетіңіздер. Достар, бүгін енді біз осындай өмір сүріп жатырық. Пока что өмір жақсы. Ағаш аттық. Қазір енді бір кішігірім үй соғып тас кетіру екен. Қазір барып тас қасып кету керек. Бір қой көрдім ғой дейді. Достар, кейін тас қасып кетайын. Достар, негізінде мен бұл видеоны негізінде көп шығармаймын да мүмкін, өйткені сәл уақыт болмай жүр. Одан кейін білесіздер, бәріктеріңізде сабақ. Менде де сабақ болып жатқаннан кейін қатты уақытым болмай жатыр. Сондықтан да көп видео шықпай қалса ренжімеңіздер. Ренжімейтіндер дегенді ойдамын енді. Ренжитін дегенді ол қатты нәрсе емес, ол ондай болады енді. Достар, біз енді тас қазайық қазір. Жайлап біз тас қазайық. Үйге печканы мұны істеп аламыз да. Қазір уже каменный век өтіп кетсек болды. Оны ары қарай уже бір түнді өткізіп енді не істейтін шығармыз. Графиканы енді жалпы бұл енді арна жаңадан ашылған. Енді
лайк басып қолдап кетулеріңізді сұраймын. Жаңадан ашылғаннан кейін подписчик нөл бәрі нөл болып тұрады ғой. Сондықтан да қолдап кетулеріңізді сұраймын. Әдеміліктен бір қолдап кетсеңіздер. Енді қатты не емеспін. Не қатты видео түсіре алмаймын. Өйткені мен жаңадан аккаунт бастағаннан кейін сәл андай не болып жатса қатты мән бермей қойыңыздар. Жаңадан бастаған мен сәл қатты білмеймін. Мен де Майнкрафтты бұрын ойнаймын. Майнкрафтпен бірақ видео түсіріпті қатты білмеймін. Өйткені жаңадан бастаған осы нені. Сосын менің атым Нұрсұлтан болған, шын атым. Егер де білмей жатсаңдар сосын комментария жазып кетіңіздер. Егер де қандай жаман оценка беріп кетпеңіздер. Сен чортсың бір бәле деп ондай берсеңіздер, видеоны шығармауым да мүмкін. Сондықтан да ондай шығармайықшы достар, ондай шығармайық. Ондай өйтіп комментқа өтіп жазбаңыздар вообще. Енді бізде бан беріп тастауым мүмкін достар. Ал достар, міне біз үй салып жатырмыз. Жақын маңда бір құм болса жақсы болар еді негізінде. Үй салып жатырмыз әйтеуір. Менде ағаш жетпей қалды ғой достар, жарайды. Қазір қайтадан ағаш алып қайту керек. Бізде қазірше достар, міне үй былай шығып жатыр. Бұл мен 2 блок қоймын достар, ойлаңыздар. Мен үстіне андай яловый ступенька қоямын. Сосын үйімізді келіп қойып тастаймыз. Үйіміз жасап жатыр. Видео енді шықпауы да мүмкін достар. Бірақ енді өзіңізге қарай, сәл тұмауратудым да, одан кейін сабақ болып жатыр. Сабақта енді сенбі жексенбі немесе ертеңгі күндері шығаруым мүмкін. Ертеңгі күндері болған енді 2 күн немесе 1 күн сайын шығарып отырамын достар. Қатты бір 2 аптада шығарып кетіп жүрмейміз ондай. 2 күн 3 күнде шығарып тұрамын видеоны. Енді видео енді көп болмаса да ренжімеңіздер. Бұл мен енді жаңадан бастағаннан кейін көп нәрселерді білмеймін. Видео салып емес. Қатты Майнкрафт ойнап білемін, бірақ енді сонда да сәл кішкене видео жаңадан қосқаннан кейін сәл ұялшақ болған кезінде. Өйткені бізде қазір неміз ғой. Енді вебка тұрған жоқ, сонда да сәл бүйтіп сөйлеген бір түрлі екен да. Енді білмеймін мен енді. Ол жағын енді сіздер шешесіздер. Комментария жазып кетіңіздер, айтпақшында. Комментария жазып, арна атырып кетсеңіздер болды ғой сіздерге. От души. Ал достар, міне үй салып бастап жатырмыз. Енді үйіміздің крышасын жабу болды. Мынандай яловый ступенька жасап аламыз. Осы болу керек. Жүк алдық. Түсіп кеттім. Мына жаққа несі терезе салу керек. Жерден бір терезе салып қойып. Ема достар, бізде күн батып бара жатыр. Ема мен үйім үшкәде оқып қалдым. Ешен етпес. Так, шайық. Ема достар, бізде күн батып бара жатыр. Не істесек болады? Шерсін алайық. Достар, мен сәл нуп ойнап отқан шығармын сіздерге. Мұнау не болды мұнау? Еш батып барады достар. Ё-май, не істеймін? Үйде крышасын жасайық. Үйде факелді жоқ, Қазбек. Ё-май. Не болды мұнау? Егер жаңа бір дейлімен айфон дегенді көретін шығарсыздар, енді оларды да көрмей, мен де көрсеңіздер болады енді. Дейлімен айфон дегенді бәріңіз білетін шығарсыздар. Ол қазір 300 қанша подписчиктері бар оның. Мен сияқты ондай емес. Бірақ сонда да енді өзіңіз білесіздер. Менде көріп, лайк басып қолдап кетіңіз. Ема достар, бізде түн батып кетті, не істейміз? Қазір енді бірдеңе қылу керек. Ё-май, достар, қаштық. Так, верстак аламыз достар. Аламызды қазір оны бір ағаш шығып кету керек.
бір ағаш шабу керек. Бір ағаш шаппағанша біз бұл өмірді вообще бітіре алмаймыз. Бір ағаш шабу керек. Мындай емес, мындай ағаш керек бізге. Қоямыз да, кеттік ағаш шабу. Скелет! Жарам! Так. Құр кет. Жатсай. Все, ал достар, жаттық алдық. Ал енді бүгінгі біздің түніміз басталды. Түн деген өте қиын. Достар, мен қазір не болдым ғой? Қазір сложный болып тұрмын. Қазір мен одан да көтерілемін. Қазір деме ғой, мен екінші бөлімдерде көтерілген шығармын. Қазір енді не істейміз? Қасқырайына кірді. Ағашты қайнатайық. Қазір бізде тересегін үгілу керек. Содан не жасаймыз? Ал сіз қайнай берсін. Біз оңға дейін күте тұрайық. Ойбай, піскен ба? Ал достар, қазір факелді қоймыз деревенді үгілдан. Факел қайда тұр? Факел. Қойып қойайық, қүйде жарық кірсін. Мыналар не құрыш болмаған? Қоямыз. Йо, достар, міне үйіміз жарық болды. Ал достар, енді таңды күту керек бізге. Басқа амалы жоқ, немесе видеоны бітірем ба? Бөлек. Ё-моё, что? Что? Вот матушка бой не весла. Наоборот. Короче, достар, видеоны созып отпай қойын. Қысқасы осы жерден видеоны аяқтаймын, короче, достар. Короче, сіздермен болған мен бұл Майнкрафт арнасы. Сау болыңыздар, және де лайк басып подписаться етіңіздер. Сау болыңыздар, достар. Келесі бөлім шығады. 30 келесі бөлім смело.